Кофе. Кофе тропиктік кофе ағашының тұқымы. Сондай-ақ олардан дайындалатын өзіндік дәмі бар жағымды хош иісті сусын. Кофе дәнінде клетчатка, азотты заттар, кофеин, қант, май, минералды тұздар бар. Құрамында кофеин мөлшерінің көптігіне байланысты табиғи кофеден жасалған сусындар орталық жүйке жүйесін қоздырады және сергітеді. Бір шай қасық ұнтақ кофеде 0,7-0,1 грамм кофеин бар. Дені сау және қан қысымы төмен адамдардың еңбек қабілеттілігін арттыруға, жүрек қызметін күшейтуге осы мөлшер жеткілікті. Кофе сондай-ақ ішкі секреция бездерін де қоздырады екен. Жүйке жүйесі өте сезімтал, жүрегі ауыратын, қан қысымы жоғары, нашар ұйықтайтын адамдарға тым қою кофе ішуге болмайды. Сондай-ақ асқазаны ауыратындарға да кофенің зияны бар. Дені сау адамның өзіне де кофені көп ішуге болмайды екен. Әсіресе кофені ұйықтар алдында ішпеу керек. Кофе шикі қуырылған, ұнтақталған, никогриммен араласқан күйінде сатылады. Кофенің шикі дәндерінен сусын дайындауға болады. Оны шойын табаға қуырып, ұдайы араластыра отырып, қоңырқай тартқанша баяу жанған отқа ұқсайды. Кофе дәндерін үйде кофе уатқышпен майдалауға да болады екен. Кофе ұнтақ күйінде тез бұзылады, хош иісін жоғалтады. Сондықтан ұнтақ кофені қуырылған кофе дәндерін қақпақты шыны не қаңылтыр ыдыстарда сақтаған жөн екен. Сусынды жаңа ғана тартылған дәннен жасаған тиімдірек. Кофе тұқымын күн көзі жақсы түсетін ыстық климатта көшет түріне дейін жеткізіліп өсіріледі. Шамамен 6 жылдан соң көшеттер егістікке егіледі. Егістік алдын ала тыңайтқыштармен байытылады. Кофе ағашы 60-70 жылдай өмір сүреді екен. Егілген кофе ағаштары жыл бойы ерекше күтімде болады. Яғни арам шөттерінен тазаланып, әртүрлі зиянкестер мен аурулардан қорғану үшін өңделіп отырады. Әр кофе ағашынан шамамен 1-1,5 мыңдай жеміс алуға болады. Кофе жемістері жиналғаннан кейін алдыменен ылғалды өңдеуден өтеді екен. Арнайы жемісіне жұмсағын бөліп алатын машиналарда араластырылады. Кофе жемісі 2-3 күн бакеттерге салынады. Арнайы күн көзі жақсы түсетін бетондық террасаларда немесе кептіру столдарында жартылай табиғи кептіруден өтеді екен. Ал жартылай ыстық ауамен әсер ететін кептіру шкафтарында екінші рет кептіріледі. Бұл механикалық өңдеулер кофенің сыртқы күміс түстес қабығынан ажыратады. Ал табиғи жолмен ылғал әсерінен жүрген ферментация процесі нәтижесінде кофенің жоғарғы сапасы, жұмсақтық қасиеті пайда болады екен. Сонымен қатар кофе туралы қызықты деректер де бар. Әлемдік саудада кофе сату және сатып алу көлемі бойынша мұнайдан кейін екінші орында тұр екен. Бір ағаш 5 килограммнан аспайтын жеміс береді, ал ол 5 килограммнан 1 килограмм дән алынады екен. Кофенің бағасы қымбат болуы ағаштардың аз жеміс берумен байланысты екен. Әлемде кофенің 100-ден астам түрі бар, бірақ ең көп таралғаны арабика мен робуста. Арабика кофе ағашының бұл түрі Индонезия, Үндістан және Латын Америкасы елдерінде өседі екен. Бұршақтардың өзі ұзынша пішінді, құрамда робустаға қарағанда кофеин аз және жеңіл қышқыл дәмі бар екен. Ал робуста кофенің бұл түрі Африканың, Үндістанның, Шри-Ланканың және Индонезияның тропикалық аймақтарында өседі екен. Кофе сусынның ащы және өткір дәмі бар. Әдетте қанық дәм алу үшін робустаны кофенің басқа сұрыптарымен араластырады екен. Кофе оның құрамындағы кофеин мен тианиннің арқасында көңілді сергітеді, қуаттандырады, концентрацияны жақсартады екен. Кофеин нейрондардың микроэлементтерді, соның ішінде глюкозаның сіңіруін ынталандырады. Ал тианин адамда бақыт сезімін тудыратын дофамин гормонының өндірілуін арттырады екен. Сонымен қатар кофе құрамында 20-ға жуық амин қышқылдары, В1, В2 витаминдері, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, темір минералдары бар. Кофе жүрек соғу жиілігін арттырады және адамға қуат береді екен. Бұл қан қысымы төмен немесе жүрек соғысы баяу адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. Кофеде хлороген және ферул қышқылдары күйзеліспен күресуге көмектеседі. Бұл антиоксиданттар жүйке жасушаларының тотығуы мен жойылуын болдырмайды. Сонымен қатар нейрондардың импульстарға сезімталдығын төмендетеді. Бұл апатия мен шаршаңқылықтың белгілерін төмендетеді екен. Кофені анда-санда шағын мөлшерде ішу қант диабетінің қаупін азайтады. Сонымен қатар қант диабетімен ауыратындар
Кофе ішкен кезде инсулинге сезімталдық артады. Бұл қан құрамында қантты төмендетеді. Кофе аздап ішіп жүргізетін әсерге ие. Сонымен қатар несепті де айдайды. Ағзадағы қатты ісіну және судың туралып қалуы кезінде кофені шығаруға көмектеседі екен. Ұнтақталған кофе косметологияда қолданылады. Оны терідегі қабыршақтанған қабаттың бөлшектерін тазарту үшін скрабтарға қосады екен. Кофе теріге қан ағымын жақсартады және май бөлінуін қалыпқа келтіреді екен. Қатты қайнатылған кофе шоколад түсті реңк пен жылтыр беретін шаш маскасы ретінде қолданылады. Кофенің пайдасымен қатар зияны да бар. Сұйықтау кофені сирек тұтыну әдетте дені сау адамға зиян тигізбейді. Дегенмен кофе сусынын жиі ішу сүйектердің мұрт сынғыштығына әкеледі және сыну қаупін арттырады екен. Кофе денені қышқылдандырады. Сондықтан pH теңгерімін қалпына келтіру үшін ағза кальцийді сүйектерден ала бастайды. Кофені шамадан тыс тұтыну сонымен қатар бас ауруы, ұйқысыздық, қан қысымының жоғарылауы және шамадан тыс жүрек соғу жиілігіне әкеледі екен. Жүкті және бала емізетін әйелдерге кофені мүмкіндігінше аз ішкен дұрыс. Өйткені жатырдағы шақалақ кофеинді әлдеқайда баяу шығарады және оның жоғары деңгейі даму ақауларына келуі мүмкін. Кофе кальцийдің ағзадан шығарылуына әкелетіндіктен оны балаларға ішуге болмайды. Кофеин нағыз есірткі сияқты тәуелділік тудыруы мүмкін. Ол мидың героин немесе кокаин әсер ететін аймақтарына ықпал етеді. Бірақ әлде қайда әлсіз. Кәсіби спортшылар арасында кофе допингтік препарат болып саналады екен. Өндіру технологиясына байланысты еритін кофе ең зиянды болып табылады. Термиялық өңдеу кезінде акриламид токсині түзіледі. Тұтас дәндер барлық өңдеу кезеңінен өтіп, ұнтаққа айналғаннан кейін хош иісін құрамындағы көптеген пайдалы заттарды жоғалтады. Кофеиннің концентрациясы төмендейді екен. Сондықтан оған қосымша дәм беретін қоспалар мен майлар жиі қосылады екен. Кофені мына төмендегі адамдарға ішуге тыйым салынады. Климактерия кезіндегі әйелдерге, жүрек қан тамыр жүйесі аурулары бар адамдарға, жоғарғы қан қысымы немесе гипертониясы бар адамдарға, бүйрек аурулары бар адамдарға кофені ішуге кеңес бермейміз. Мамандардың айтуынша ұйқыны ашу немесе қосымша энергия алу үшін кофе ішуді әдетке айналдырған адамға уақыт өткен сайын көбірек мөлшерде кофе ішу қажет болады. Бұл сәйкесінше кофеге тәуелділік тудырады екен. Сондықтан бұл сусынды ағзаға зиян келтірмейтіндей мөлшерде тұтыну қажет. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары да бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мг ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Сондықтан денсаулық зор байлық, денсаулығыңызды күтіңіз. Ақпарат пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.